Енді осы мені де, Әлімжанды да, Жандосты да қазақ жұртына жалпы танытқан бір шығарма, ол өз жүрегіңнен ұялмайсың ба? Енді ол басында Мұқағалиға еліктеп жыға деп шыққан тұғын. Содан көп жерде өлеңді сұрайды, оқимын, жыға деп. Сол жыға деген кім дейді? Жыным келетін адамға деймін ғой. Сол өз жүрегіңнен ұялмайсың ба деген өлеңді оқып берейін. Жанымның жыртып ақ шүберегін, дертіме дауа тапшы демедім. Өтірік күліп өмір сүремде, өкініп тұрып жақсы көремін. Көрінген едің шуақтай маған, шөлдесең жаным бұлаққа айналам. Күйбеңің қанша қан жылатса да, сүйгенін бірақ жылатпайды адам. Мен сені құшқан ұлы тоңғайды, оның да ертең күні тумай ма? Ес-түссіз сүйген есер шағымды ұмыт дейсің бе, ұмыту қайда? Іңкәр сезімге бөленбей қалам, мұңын шағады өлеңдей маған. Жұлдыз көрінсе айдың жанынан, есіміңді оқып өлердей болам. Түн мені тағы ойға батырды, шығардым жалғыз ойланатынды. Құдай да шебер ұмытпасын деп аспанға жазып қойған атыңды, жақсы көрем деп жиі алдайсың ба? Жан тәнің менен сүйе алмайсың. Менің жүрегім кешірімді ғой, өз жүрегіңнен ұялмайсың. Қара түндерде айтаранбаған, қолымды созам қайта оралмаған. Айналмаймыз ба ғашықтарға біз жердің бетінде қайталанбаған? Мұңайды жүдеп осы гүл бағым, жылайды жүрек қосылып жаным. Өмірде өзің, өлеңде өзің байқамайсың ба осының бәрін? Қарама толы шықталсам да, қарабастым ау түсіп сарсаң да, Мұқағалиді тірілтіп алып, махаббатыма ішіп барсам ба деген. Енді рахмет. Бірақ осы жерде махаббатпен енді мастанып жүрген жастар болатын болса, ішіп бармаңыздар, ол көмектеспейді десе. Қалжың әрине.